Шешендік шиырлары. Қатын өлді, қамшының сабы сынды. Қарашаш сұлу жиренше үйде жоқта ауырып қаза болыпты. Әз Жәнібек хан жиреншеге біз естірте алмаспыз, өзіне өзі естіртсін, еш қайсың сездіріп қоймаңдар деп уәзірлерімен сөз байлап қояды. Бір күні жиренше шешен елге қайта оралып, ханның үйіне түсіп сәлемдесіп отырады. Хан жиреншеге: «Ау шешенім, әкесі өлген қалай болады?» депті. Жиренше шешен отырып: «Әкесі өлсе Асқар тауы құлағанмен бірдей болады» депті. Шешесі өлген қалай болады? Ағар бұлағы суалғанмен бірдей болады. Ағасы өлген қалай болады? Оң қанаты қайырылғанмен бірдей болады. Інісі өлген қалай болады? Сол қанаты қайырылғанмен бірдей болады. Апа қарындасы өлген қалай болады? Ұзын өрісі қысқарғанмен бірдей болады. Қатыны өлген қалай болады? Ах, менің қара шашым өлген екен ғой деп, сонда жиренше күйініп, қамшысын таянғанда қамшының сабы ортасынан шарт сынып кетіпті дейді. Қатын өлді, қамшының сабы сынды деген сөз осыдан қалған екен. Екінші әңгіме. Қыздай алмай қатын болмас. Қарашаш жиренше орта жасқа келгенде қаза болады. Жиреншенің бұрынғы жас күні емес, қыз қарастыруға ыңғай келмей бірер жыл жүреді. Бір күні Әз Жәнібек хан жиреншеге: «Шешен, сенің үйленбей жүргенің жарамайды. Пәленшенің қатыны ерінің тұсында жақсы әйелдің бірі еді, соны сен ал» дейді. Жиренше шешен: «Сіз ұйғарған болсаңыз жарайды» деп сол қатынды алады. Арада біраз уақыт өткенде хан: «Шешен, мына қатының бұрынғылардай болатын ба, қалай?» дейді. Сонда шешен: «Күндіз екеуміз, түнде төртеуміз» дейді. Хан: «Түнде төртеуің қалай?» дегенде жиренше шешен былай дейді: «Ері есіне түседі, теріс қарап жатады, оныменен ол екеу. Қара шашты ойлаймын, мен де теріс қараймын, оныменен мен екеу. Оймен тауып жолдасты, боламыз түнде біз төртеу. Таң атқан соң оянып, тұра келсек тағы екеу. Қыздай алмай қатын болмас, есік көрген мақұл болмас. Қанша жақсы көрем десең де, бұрынғыдан жақын болмас. Бай өлген қатынды алу ойлағанда ақыл болмас». Хан мен жиылған көпшілік шешеннің сөзін тыңдап, рас десіпті. Үшінші әңгіме. Дүниеде не өлмейді. Әз Жәнібектің 60 биі болған екен. Бір жолы хан билеріне дүниеде не өлмейді деп сұрақ қойғанда 60 биі бір ауыздан былай депті: «Ағынды су өлмейді, Асқар тау өлмейді, аспанда ай мен күн өлмейді, әлемде қара жер өлмейді». Сонда жиренше шешен бәріне қарсы шығыпты. Ағын судың өлгені 6 ай қыста қатқаны, Асқар таудың өлгені басын бұлттың жапқаны, ай мен күннің өлгені еңкейіп барып батқаны, қара жердің өлгені қар астында жатқаны, ажал деген атқан оқ, бір Алланың қақпаны. Дүниеде не өлмейді, жақсының аты өлмейді, ғалымның хаты өлмейді. Төртінші әңгіме. Қатын шайпау, ұл тентек. Қарашаш өліп, жиренше қартайып, ақылсыз әйел, парқсыз бала сыйламай, жиреншеге бұзау баққызып, тезек тергізіп қояды.
Көріскел келген әз Жәнібек жиреншеге далада кездесіп: «Уа шешенім, тезек теріп жүргенің қалай?» дейді. Сонда жиренше шешен іркілместен: «Қатын шайпау, ұл тентек екеуледі ей ханым, кәрілік жеңді малтайды төртеуледі ей ханым, басымнан бақтың тайғанын көрмейсің бе ей ханым, арқамдағы қу тезек әркімге келер бір кезек» депті. Тыңдағандарыңызға рахмет.